Сәлем достар, KZ ASMR каналына қош келдіңіздер. Бүгін сыбырлап сөйлеудің орнына мен жай өзімнің осындай тыныш даусыммен сөйлеп көрейін деп ойладым. Және бұл бейнебаян ұйықтар алдындағы жай ғана осындай оқуға арналады. Бейнебаянды бірақ бастамай тұрып, мен біріншіден рахметімді айтқым келіп отыр. Үнемі осындай қолдау көрсетіп жүрген жандарға, жылы сөздер мен лебіздеріңізді қалдырып жүрген жандарға, тіпті материалдық жағынан қолдайық деп карта нөмірін сұрап жатқандар да бар. Мен шын жүректен өте ризамын, рахмет сіздерге. Сонымен қатар бірнеше оқырман басқа желілердегі парақшаларым бар ма деп сұрап жүрген еді. Осы барлығын енді ойластырып, әр бейнебаянның астына ақпарат қалдырам деп шештім. Сондықтан толық ақпараттарды роликтің астында істей аласыз. Кішкене тамағым ауырыңқырап тұр, сондықтан дыбысым басқаша болатында себебі сол. Ал бізде бүгін 1001 түн хикаятының жалғасы, сұраныс бойынша тағы да бұл бейнебаян. Ең бірінші бейнебаян осы Юнан патшаның уәзірі жайлы хикая туралы болатын. Мен осы хикаятты аяқтамай кеткен болатынмын, соны сұрап жүрген кісілер де бар. Мына жерден бәйітті айтты деген жерден тоқталатын болатынмын. Абыройың арта түссің, елің көкке көтерген, өзгелерді атамас ел еңбегін бар өтелген. Ала оттың жарығандай жарқырасына жарын, асыр өзің түнек тағдыр жамандықтың азабын. Сенің жүзің жарық болсын, өмір бақи сенбесін, уақыт жүзі өзгеріссіз, түнерсе де көнбесін. Мейірімдіңмен сусындаттың мол байлыққа, сый қандай. Тас төбемнен жаңбыр құйып, шомылдырдың жуғандай. Кең пейіліңмен қазына үшін түсінедің сен кекке, содан да сен оншама көтерілдің биікке. Хәкім бәйтін бітірген соң, патша орнынан тұрып, тәуіпті құшақтап жанына отырғызды. Иығына зерлі шапан жапты, сый құрмет көрсетті. Көңілді көтеріліп, қуанышында шек болмады. Ертеңіне патша кіріп келген тәуіпті ұшын тұрып, өзі қолтықтап әкеліп оң жағына отырғызды. Бай дастархан жайылды. Мол ішіп жеп үстінде бүкіл қауыммен бірге патша тәуіппен күні бойы сұхбат құрды. Кешке таман патша дүбән тәуіпке басқа тарту таралғанын үстіне 2000 динар қосып, астына өзінің атын мінгізді. Патша оның ғаламат тәуіптігіне таңғалумен болды. Дүбән үйіне кеткен соң бір мысқал дәрі берген жоқ. Жарама ештеңе жаққан жоқ. Құданың құдіреті бұл неткен данышпан. Ендігі жерде мен бұдан қол үзбеймін.
өле-өлгенше менімен пейілдес дәмдес болады, деді. Осылай көптен арман еткен тәтті де тыныштық түн өтті. Ертеңіне әбден көңілі көтеріліп сауығын алған патша тағына келіп отырды. Екі жағына уәзірлері мен сыбайластары жайғасты. Содан кейін тағы да Дүбән Тәуіпті шақыртты. Ол тағзым етіп кіріп келгенде патша орнынан тұрып қолтықтап алды да тағы да оң жағына отырғызды. Тәуіппен бірге дәмдес болды. Кешке дейін сұхбат құрып оған ұзақ өмір тілеп, сый-сияпат көрсетті. Дүбәннің бүгінгі алған тарту-таралғысы, киген киімдері кешегіден кем болған жоқ. Патшаға рахмет айтып, Тәуіп үйіне кетті. Ертеңіне патша сол өзінің төңірегіндегі адамдармен тағы да ортада отырды. Патша уәзірлерінің бірі пардасыз пасық, зердесі зұлым, қара судан қаймақ алатын сараң, қызғаныштан ішіне қыл айналмайтын ант атқан сорлы еді. Келгелі мына Тәуіпке патшаның көрсеткен сый-құрметіне іштей зығырданы қайнап, азылып өлудің аз-ақ алдында жүрген еді. Қызғаныш деген адамның денесін жайлаған у емес пе? Зұлымдық жүректе болса, қызғаныш ниетте болады. Өзің күшті болсаң, сыртқа шығады. Қорқақ болсаң, жасырын ішінде жатады. Сонымен Юнан патшаға әлгі уәзір келді де тағзым етіп тұрып былай деді: «Уә, біздің дәуіріміздің, абат уақытымыздың ұлы патшасы, менің осы дүниеде өмір кешіп ең дәулетке не болғаным сіздің арқаңыз екендігіне кімнің күмәні бар? Мен өмір бойы сізге борышты пендемін. Барымды бүгіп алып барамза атанғым келмейді сізге. Рұқсат етсеңіз, осы жолы бір кеңес айтқым келіп отыр». Уәзірінің мына сөзінен секем алған патша: «Қандай кеңес айтпақшы едің?» деді. «Ұлы патшам, істің ақырын ойламаған тағдырдың тәлкініне ұшырайды деген бұрынғылардың сөзі бар емес пе? Мен байқап отырмын, біздің патшамыз тап осы жолы жанына әлгі Тәуіпті сонша жақындатқаны өзіне кесір-кесепет болып тие ме деймін. Патшамыздың оған көрсеткен құрмет сый-сияпатына есеп жоқ. Бірақ тым белгісіз бір жанның туының ішкі бауындай болып кеткеніне жасыратыны жоқ. Патшам үшін қауіпсінем» деді. Мына сөздің төркінінен түршігіп патшаның өңі бұзылып кетті. «Сен не жайлы? Кімді меңден айтпап отырсың?» деді. «Егер қалғып кетсеңіз ояныңыз. Менің айтып отырғаным Дүбән Тәуіп» деді уәзір. «О, қарғыс атсын, қарғыс атқыр. Ол мені бәлен заманнан ем қонба келе жатқан ешбір Тәуіп балгердің қолынан келмеген науқасымнан құтқарған ең жақын досым емес пе? Тірі пенде маған ондай жақсылық істеп пе? Шығысыңа да, батысыңа да зер салшы өзің. Ондай адамды қайдан табасың? Соны біліп, көре тұрып, мынадай сөзге қалай аузым барады? Бұл не сұмдық? Саған әрекескен соң, бүгіннен бастап өз қазынамнан оған айына 1000 тілда төлеп тұратын болам. Шынтуайтқа келгенде, оның істеген жақсылығы үшін бүкіл патшалығым мен байлығымның тең жартысын берсем де аз. Байқаймын, сен осының бәрін іштарлық қызғанышпен айтып отырсың. Саған баяғы өзім білетін симпат патшаның
басынан кешкен оқиғасының кері келіп отыр деді. Шахразада осы жерге келгенде таңда белгі берді. 5-ші күні кеште дүниязада жатқың келіп отырмаса, кешегі әңгімеңді басташы апа деді. Алдияр патшам, сол жерде Юнан патша өзінің уәзіріне былай депті. Уәзірім, сенің құлқыныңды құртып отырған қызғаныш қой. Сенің сөзіңе құлақ ассам, мен әлгі тәуіпті өлтіруім керек. Оны өлтіргеннен кейін, әй Симпат патшаның өзінің сұңқарын өлтіріп, өмір бойы өкінішпен өткен кері маған келмей ме деді. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге қайырлы түн тілеймін. Аман болыңыздар.